көп отырмаған дұрыс деп ойлаймын. Қазір сабақтар өте қиын ғой, барлығы азаннан кешке дейін сабақ оқиды. Күні бойы үйіне келеді, сосын тағы түнімен жаңағы отырып алып үй жұмысын жасайды. Балаларға сумкада енді көп кітап болғаннан кейін көп жаңағындай салмақ түседі. Осы балаларға енді әсерін жасап жатыр. 36 мың сколиоз тіркелген Қазақстанда. Сол кездегі, оның 31 мыңы 18 жасқа толмаған жасөспірімдер. Көрмейсің, оның арқасы қисайып жатыр ма, басқа болып жатыр ма, олар айтпайды, өздері білмейді, олар мысалы бала. Кітап оқыған кезде 30 сантиметр қашықтықта болған дұрыс көзден. Қазір дамыған заман, больницаға барда рентген жаса, анықта точносын. Сколиоз, туа пайда болған сколиоздарды олар ешқашан емдей алмайды. Оның жұмысы тек операция, жалпы ем. Біздің елдегі барлық дәрігер ол біреуге зиян жасайым деп жасамайды. Мүмкіншілігінше көмектесуге тырысады. Армысыз құрметті тыңдарман, бұл Ойлайық YouTube каналының кезекті сұхбаты. Ойлайық YouTube каналын өздеріңіз білесіздер, білімді трендке айналдыру мақсатында құрылған каналдардың бірі. Сондықтан білімді дәріптеу үшін, балаларымызды білімді, білікті қып өсіру үшін каналды міндетті түрде қолдай жүріңіздер, лайк басыңыздар, таратып қойыңыздар. Енді біздің бүгінгі талдайтын негізгі тақырыбымыз оқушылар өмірінде, соның ішінде дұрыс мынау омыртқаларының дұрыс қалыптасуы дейміз ғой. Енді сол кездегі өте маңызды нәрселердің бірі баланың өсу барысындағы, осы туралы қозғайтын боламыз. Бізде бүгін қонақта Нұрбек Нәдірұлы, қош келдіңіз дейміз. Травматолог, ортопед, медицина ғылымдарының докторы, профессор. Енді Нұреке, өзіңізді бір қысқаша таныстырып, қай жақтың тумасысыз, осылай дәрігерлікке қалай келдіңіз, осы туралы бір қысқаша айта кетсеңіз, біздің толықтыра алмай, жеткізе алмай жатқан нәрселеріміз болса, өз аузыңыздан тыңдайық. Жалпы, ассалаумағалейкум баршаңызға. Мен жалпы өзім қазір Түркістан облысы Шардарада ауданында дүниеге келгем. 1984 жылы содан Қарағанды медицина академиясын бітірдім. Жалпы өзім травматолог, ортопедпін. Оның ішінде омыртқаның қисаюымен айналысып келем осы 2010 жылдан бері. Соның хирургиялық еммен айналысам, омыртқаның сколиоздардың. Вертебролог дейді бізді, немесе спинальный хирург дейді, spine surgery дейді, әртүрлі аттармен атайды. Жалпы сол көбінесе айналысатын мамандығымыз омыртқаның хирургиялық емі жалпы. Бұлай басқа да ортопедиялық емдермен, онымен да хирургиялық емдермен де айналысам. Тікелей ғылымымда барлығы сол омыртқамен байланысты жалпы. Енді осыған байланысты аурулар негізі омыртқаның туа бітті, қисайып не қылатын, не болмаса өсе келе қалыптасатын түрлері бола ма, қалай болады? Жалпы омыртқаның қисаю туралы келсек, қисаюының ол бірнеше түрі бар. Бірінші туа пайда болған дейді, ол бала туыласа, ол іште жатырда бала көтерілгеннен 3-ші апта кезінде бала көтеріп, оны анасы может білмеуі мүмкін әлі ол көтерген. Сол кезде омыртқа құрала бастаған кезде сол жерде бір ақаулардың пайда болуының себептерінен омыртқа дұрыс құралмай қалады. Ол сонымен кейін туылады бала. Оны туа пайда болған. Туа пайда болған. Оның ішінде де түрлері көп жалпы. Одан кейін идиопатикалық сколиоз дейді. Ол идиопатикалық сколиоз дегеніміз бала дені сау болып туылады. 10-11 жасына келе бастағанда өзінен өз омыртқа қисая бастайды. Соның барлығын идиопатикалық сколиоз дейміз. Оның себебін ешкім білмейді. Себебі белгісіз болғандықтан ол идиопатикалық сколиоз деп айтады. Одан бөлек түрлері бар, нейрогендік, әртүрлі ДЦП или неврологиямен байланысты аурулары бар балалардың кейін пайда болған
одан бөлек жаңағы вторичный жаңағы басқа да аурулардың себептерінен пайда болған сколиоздар бар, ол бөлек уже. Ең жиі кездесетін осы идиопатикалық сколиоз бен туа пайда болған сколиоз. Біз көбінесе жаңағы соларды хирургиялық еммен айналысамыз. Сол негізгі көп кездесетін сол, иә. Енді статистика туралы қазір осымен ауыратын балалар қалай, барған сайын көбейе ма, көп па, жоқ, азайып келе жатыр ма? Соңғы кез енді телефон жаңа не деген үнемі айтамыз ғой, енді дұрыс отырмау, дұрыс не қылудың енді әсері бар ма? Статистикаға келетін болсақ, жалпы біздің Қазақстанның статистикасы 2011 жылы мына НИИТО-ның жаңағы мамандары статистика жүргізген. Сол 2011-дегі жүргізген ғана статистика бар. Ол 36 мың сколиоз тіркелген Қазақстанда. Сол кездегі, иә. Оның 31 мыңы 18 жасқа толмаған жасөспірімдер. Енді оның ішінде жаңа идиопатикалығы бар, туа пайда болған барлығы кіреді. Біз одан бері қарай статистиканы көрдік, қанша екенін анықтайық деп. Өкінішке орай ол отдельно сколиоз деп статистика бөлінбейді еш жерде. Ол жаңағы костно-мышечный патологияның ішінде кіріп кеткен да. Сол 2011-дегі таза дәлелденген статистикалық жұмыс бар. Ол 31 мың дейікші жаңағы балалардың. 36 мың жалпы болса, 31 мыңы 18 жасқа толмаған балалар. Біз соның хирургиялық еммен айналысамыз жалпы. Біз жылына бір 200-дей жасаймыз. 200-дей не жасалады, иә? Сколиозға операция жасалады, иә? Қанша, мысалы 31 мыңның 10%-ына хирургиялық ем керек деп айтқанның өзінде, ол 3 мың да айналасында. Иә. Біз 3 мыңның бәрін үлгере алмаймыз. Ол біздің халқымыздың саны өсіп келе жатыр жылдан жылға. Ол аурудан азаймайды, көбеймесе. Сондықтан өте көп келіп атқан, бізге жаңағы кеңесімізді алуға, консультацияға келетіндер өте көп. Хирургия өкінішке орай көбінесе кеш анықталып, тек жаңа операция жасау керек кезде ғана келеді көбінесе негізі. Көңіл бөлмейді. Қазір жас балалар кейін киінеді ғой, сондықтан білмейсің де, ол арқасы қисайып жатыр ма? Бір сұхбатыңызда көріп қалдым соны. Ерте бастан ата-аналар байқау керек, анықтау керек. Әрине, оны ата-ана байқау үшін жаңа сияқты енді киім киісі деген сияқты жерлерден байқау керек дегенді айтып қалыпсыз, иә. Енді қыз балалар болса, енді анасы, енді ерте байқалса, қанша ерте байқалса, сонша тез. Әрине, ол мысалы дәрежелері бар, ол жаңа идиопатикалық сколиоздың 1-ші, 2-ші, 3-ші деген 4-ші дәрежелері бар. Біз 4-ші дәрежеде біз оны операция жасаймыз. Ол көбінесе бізге сол 4-ші дәрежеге жеткізіп келеді ғой, көп ата-ана білмей, байқамай. Бір байқап қалады, мысалы бір жерде бір киініп атқанын көріп қалып, сол кезде сәл бір подозрение болып, сол кезде ғана анықтайды да, былай көбінесе анықтамайды оны, көп қарамайды, көңіл бөлмейді. Енді өзіңіз ана балалар Астана қаласындағы ана балалар орталығы дейміз ба? Ана мен бала орталығы. Ана мен бала. Сол жерде жұмыс жасайсыз. Негізгі операциялар негізі сол жақта жасала ма? Бүкіл Қазақстан, біздің операциялардың бәрі бүкіл Қазақстаннан келеді. Квотамен, порталмен, очередке тұрып операциялар сол жерде жасаймын. Мен сол жерде ғана жұмыс жасаймын жалпы. Былай жеке қосымша істемейсіз бе? Жоқ, уақыт жоқ. Таңертеңнен кешке дейін жұмыста. Дәрігерлердің көбі қазір мына жақтың несі жетпейді деп. Біз мамандық оған кішкене тура келмейді. Мен жаңа бір сколиоздың операциясы 4-5 сағат жүреді, бір операциясы. 7-8 сағат, орта шамамен бір 7-8 сағат болып кетеді кейде бір операция. Азаннан кешке дейін операцияда тұрамыз. Сода боламыз деңізші, тамаша. Енді Аллах қуат берсін, ауру азая берсін дейміз ғой енді. Ол жақта сабақты өтесіздер, былай сабақ бола ма? Бізде жалпы студенттер келмейді. Бізде жаңа институт бітірген резидентураға уже 7 жыл оқып, жаңа мамандық таңдауға резиденттер бар. Біздің резидентураға түседі бізге. Мен олардың сол жерде, мен сол резиденттердің жаңа отдел образования дейді, департамент, сол жерде сол руководитель отдела резидентуры программа оқуға келетіндердің соларға сабақ береміз, әрине, мұғалім болып. Одан кейін басқа да өңірлерден дәрігерлер келеді бізге, жаңағы бір айлық, 2 айлық жаңағы
повышение квалификация дейді ғой, соған. Соларға сабақ береміз, лекциялар оқимыз. Иә, енді қазіргі өзіңіз білесіз, бұл енді омыртқаның дұрыс қалыптасуы бала енді өсіп келе жатқан кездегі маңызды нәрселердің бірі ғой. Енді ата-аналардың қазірде алаңы несі көп жағдайда сумка ауыр деп жатамыз қазір. Ойбай кітап көп. Мысалы, бірінші сыныптың өзінде математиканың өзін алатын болсақ, 4 кітап бар. Әрбір 90-ға бір кітаптан деген сияқты. Сабақтар көбейіп жатыр, оқу көбейіп жатыр. Осы туралы енді ата-аналар, мен қоғамның қазіргі пікірі, баланың жүгі ауыр дегенде енді ол оқу жүктемесімен қоса, балаларға сумкада енді көп кітап болғаннан кейін көп жаңағындай салмақ түседі, осы балаларға енді әсерін жасап жатыр деген нәрселерді айтып жатады. Сондықтан осыған өзіңіз бір пікіріңіз ғалым ретінде енді жаңа ауырлықтың белгілі оған ықпалы бар ма сумканың? Екіншіден, енді жасқа байланысты мынанша килограммнан жоғары болмау керек деген нақтылы өлшемдер дейміз. Сосын омыртқаның қисаюына жаңағы сумканың ауырлығының ықпалы деген сияқты туралында не айтар едіңіз? Жалпы осы көп ата-аналардың қойылатын сұрақтарының бірі негізі. Осыған мен өзім де көп ғылыми жұмыстарды оқып іздендім жалпы. Сумкалардың жаңағы сколиозға алып келеді деген ешқандай ғылыми тұрғыда дәлел жоқ жалпы. Ауыр болған сайын ауыр бола ма, қалай ұстайды, бір жақтық, екі жақтық ұстайтын, қанша килограмм болады деген ондай ғылыми дәлел жоқ. Сколиозға алып келеді деген. Көп ата-аналарға айтатыным сол жалпы. Ал бірақ әрине ол салмағының ауырлығы ол өсіп келе жатқан балаға басқа да жаңағы әсерлер болуы мүмкін, әрине. Ауырсынуы, арқасының көп өзінің салмағынан жалпы рұқсат етілетін 10%-ға жеткізбеу керек қой өзінің салмағынан. Негізі сумканы. Енді ол жас балалар жасына да байланысты. Мысалы, бір 2-3 класстыңғыларіне 1-2 килограмм сумка ол жауа алмайды деп ойлаймын. Тағы да оның жаңа қайталап айтам, ғылыми тұрғыда дәлелі жоқ, ол сколиозға алып келеді деген. Әрине ол жаңа бір жақтық или екі жақтық ұстау деген мәселеде болуы мүмкін. Өйткені бір жағымен көтеріп жүрген кезде мына жағына көп салмақ болып, осы жағы ауыруы мүмкін. Сондықтан әрине ол ыңғайлы болады екі жақтық сумканы ұстаған негізі. Тең болған, иә, салмақ? Иә, әрине. Салмақтық жаңа 10%-ға дейін деп айтылады жалпы. 5%, 10%. Енді қалай ол жалпы салмағынан, жалпы салмағынан, баланың өзінің жалпы салмағынан 10%-ға жетпеу керек дейді. Мысалы 30 килограмм бала болса, енді 3 килограммнан артпау керек дейді. Иә, вот сондай сияқты, иә. Одан аз болса тіпті жақсы дейсіз ғой? Иә, одан аз болса тіпті жақсы, әрине. Сондықтан ол сумкаға мәселесінде сколиозға алып келеді деп оны қорқудың қажет жоқ деп ойлаймын. Өйткені ол ғылыми жұмыс жоқ ешқандай. Жаңа идиопатикалық сколиоз дейді, ол сумканы қалай ұстады, ұстамады, оған қарамайды. Ол если жаңағы балада өз туылғаннан сол бір не қойылған шығар деп ойлаймын, жаңағы сколиоз болады осы жасында деп. Ол қисая береді, ол қарамайды, ол жаңағы социальный, жаңағы ұлтына ешқандай қарамайды, сколиоз бүкіл ұлтта кездеседі. Бүкіл ұлтта кездеседі, иә. Сосын енді ересек адамдарда да болады ғой үнемі жаңағы, мысалы бір жағына асып жүреді, үнемі бір жағына сумкасы болады да, біраздан кейін соның әсері ме, әдет болып қала ма, сәл бүйтіп мысалы бір иығы түсіп бір иығы көтеріліп жүреді деген сияқты. Омыртқаға қатысы жоқ қой. Оған сколиозға алып келмейді ол, бірақ әрине жаңағы айтайын қайталап, сумка бір жағына асынып жүрсе, ол бір жағымен жүкті көтере бергеннен кейін әрине ол бір жағы ауырсынуы мүмкін. Көз изнашиваться етіледі, жаңағы буындары, колені суставымен, бір аяғымен жүре берсе де бала, мысалы адам нагрузка көбірек болады ғой, сол ауырсыну алып келуі мүмкін да. Кейбір нәрсе әдетпен былай нені омыртқаның қисаюы деген нәрселерді кейбір нәрсе әдетпен де болуы мүмкін ғой, енді мысалы жаңа бір жағына қисайып жүру, бір жағынан, иә, ол өз енді жалпы жүрген кезде осанка дейді, соған қарап жүру керек қой. Ата-аналар да балаларының жүргенін, отырғанын қарау керек деп ойлаймын. Өйткені бала қисайып отырса, әрине ол соған үйреніп қалуы мүмкін. Тіп-тіке жүріп, тіп-тіке отырып жүрсе, көп балаларда қазір келеді, ата-аналар жалғыз етеді. Кифоз дейді, ол алдына қарай қисаяды жаңағы. Білмеймін, балаларда мода ма әйтеуір, шапкасын киіп алып, наушник телефонын бүйтіп қарап отырады. Ол кезде жаңа арқасында кифоз дейді. Арқада не қылатын көп болады қазір, иә? Ол
ол жаңағы сколиоз деп жанына қисайғанды айтамыз. Сколиоз жанына Омыртқа, қисайған. Кифоз деген ол алдына қарай сагитальный профиль. Осылай. Мысалы, Қазақтар бүкір деп жүрміз. Бүкір дегеніміз сол ғой. Сол өсіп жүрген кезде әрине, былай тіке тұрыш десең тіке тұра алады олар. Оларда мысалы фиксированный ондай жоқ та, ол кифоз болады. Ол өз осыған үйренген. Әрине ол сосын кешке таман арқасы ауырады. Анау омыртқа бүйтіп тұрғаннан кейін алдына қарай кифоз болып, омыртқаның алдыңғы передний колонна дейді, алдыңғы колоннасынан нагрузка көбірек болады. Ол жер көбірек тежеледі, сосын артрозға алып келеді, дегенеративный изменениялар, ауырсынулар болады. Ол соған алып келуі мүмкін. Сондықтан балаға әрдайым тіке жүр, тіке отыр деп қарап жүру керек деп ойлаймын, әрине. Енді осы жерде бір жақсы не туындап жатыр. Біз енді Қытайда білім алып, сол жақта не қылдық қой. Сол қай оқулықта екенін білмеймін. Бір есімде қалыпты, жаңа сол нәрсе. Мысалы, кітап оқыған кезде 30 сантиметр қашықтықта болған дұрыс көзден деген сияқты. Жаңа партаға дұрыс отыру өлшемдерін айтып жатады. Мысалы, бір жағынан қисайып не қылмау, былай отыру деген сияқты, суреттермен көрсетіп деген сияқты. Сол нәрсе біздің есімізде қалыпты да. Енді сабақта болғаннан кейін бастауыш төменгі сыныптан бастап болды, енді жоғары сыныптар жаңа емес. Идея, мораль деген бір сабақтар болып еді, мүмкін сода кездестім әйтеу сондай. Бала кезде сөйтіп не қылған нәрселер адамға әсер жасайды ғой. Сондықтан осы жағынан жаңағы дұрыс бала қалыптасу үшін жаңағы оның дұрыс өсуіне бір ықпал ету үшін сондай бір өлшем шарттар бар ма, мысалы отырған кезде? Оны ары қарай мектептің балаларына оны бұрын бізде кеңес үкіметінен жаңағы оқыдық, бастадық қой. Ол кезде де бізге әрдайым мектептің кезінде тіке отыр, арқаңды тіке ұста, осанкаңды ұста, тіке отырып жаз деп бәрін үйрететін. Әрине мен енді өлшемдерін айта алмаймын, ол қанша градус, қанша не болу керек екенін, оны өкінішке орай мен білмеймін. Мүмкін оның офтальмолог, көзбен айналысатын дәрігерлер айтуы мүмкін, қанша қашықтықта болу керек арасы дегендей. Былай әрине балаға әрдайым көңіл бөліп отыру керек. Ата-ана үйде де отырғанда тіке отырып жаз, тіке отырып оқы, или жаңа отырып оқыса. Оның бәріне көңіл бөлу керек. Одан бөлек жаңағы дене шынықтырумен кішкене айналысып, ол енді спортсмен болып кету деген сөз емес. Жалпы үйде жаңа дене өзі жаңа здоровый образ жизни дейді ғой, соны сақтап жүрген дұрыс та, әрине бала. Қазір енді қиындау ғой, кішкене таңертең кешке дейін сабақ оқиды балалар, спортқа уақыт жоқ. Оны үйде бір выход, тек қана таңертең или кешке балаға қарап өзің кішкене көңіл бөліп, гимнастикалар жаса, жаңа планкалер бар, әртүрлі үйдегі жағдайда жасалатын нелер бар ғой, спорт кішкене денесі. Бұны айтып отырған себебім, дұрыс айтасың, мына көзге деген нәрселердің де бір-бірімен байланысты болып тұр ғой, жаңа омыртқа дейді, көз дейді. Қытайда мына көзілдірік салатын балалар өте көп болды. Себебі олардың әріптері 4-1 қой. 4-1 болған кейін 4-1 әріп көзді жетті дейді, көзге әсері. Соны өздері былай зерттеп не қараған ғой, не үшін жаңа Қытайларда көзілдірік жаңа не қылатын, көзі жаңа минусқа неге кетіп қалатын, балалар неге өте көп болады деген кезде, соның себебінің біреуі сол жаңағы 4-1 әріп көз жетті дейді. Енді біздегі енді әріптер ондай емес, сондықтан да бізде енді ондай аурулар әсіресе осы көзге байланысты көп емес шығар. Көп емес шығар, соған да байланысты болу керек. Әрине минусқа кетіп жатқан балалар бар ғой, енді ол жоқ емес қазір. Енді сосын соған айтады, екінші енді ішіп жем дейді, басқа әртүрлі енді себептерін айтып жатады ғой. Соның ішінде енді өздерінің әріптерінен де солай не қылады да, сондықтан олар ғана балалардың жаңа несін аралықтары осыншама енді 20-30 сантиметрден жақын болмау, не қылмау деген нәрселерді кішкентай кезінен қалыптастыратын негізі соғанда. Жалпы әрине кейбір балаларды көресің ғой, телефонды қатты жақын ұстап отырады. Ол үйреніп қалады соған. Иә. Кейін алыстағын дұрыс көрмей қалады. Сондықтан әрине оған көңіл бөлу керек, қатты жақында. Иә, енді ол жағы да былай балалар үшін маңызды деп ойлаймын. Енді соның ішіндегі жаңағы дұрыс отыру деген енді омыртқа байланысты, сонымен қоса жүйеге де байланысты енді біздің мектептер үшін қажетті нәрселердің бірі болу керек. Онан кейін қазір енді көп жағдайда бала енді таңертеңнен кешке дейін болғаннан кейін кейбір еркіндік дегенді ойлап алып
балаға еркін жіберіп қоятын жағдайлар да көп қой қазір. Қалай отырса солай, былай жатып, былай жатып деген сияқты. Иә, сонымен қоса енді мектептерде әсіресе төменгі сыныптың балалары үшін жаңағы бір жатып демалып алатын, қисайып аунап алатын жерлерде болғаны, енді көп жағдайда балаларға қазіргі сол телефонмен сабақпен қоса нагрузка, жүктеме де көбейіп кететін сияқты ғой енді былайша айтқан кезде. Енді олардың барлығы жаңағы омыртқасына, басқа жүйке жүйесіне лайықты енді дәрежеде не жасауы мүмкін. Сонымен қоса ересек адамдарда да қазір енді өзімізде де бар ғой қазір. Омыртқа болмаса да мынау қисаюға алып келе жатыр жаңағы неден түсіргеннен кейін. Себебі спортпен айналыспау, жаңа не қылмау деген әсіресе қазір мына мұғалімдерде де көп кездеседі. Таңнан кешке дейін жұмыста отырады. Енді мен кезінде өзім жаңағы халықаралық олимпиадаға бала дайындап математикадан шығардым. Сол кезде кейде күніне 3-4 сағат ұйықтайтын кездер болды. Дұрыс болмаса қиын. Иә, сосын үнемі партада отырамыз ғой. Партада отырғаннан кейін жаңағындай астрохондроз дегенеративный изменение дейді. Ол үлкендерде көбінесе жаңағы дегенеративный сколиоздар дейді. Сол жаңағы көп нагрузка болғаннан, жүктеме болғаннан, әртүрлі жаңағы көп кезінде травма алған болуы мүмкін, или жаңағы көп сол кезде дегенеративный соларда қисайып алып келеді жалпы. Жалпы негізі ондай кездерде біз балаларға да сколиозбен анықтаған балаларға да консультацияға келген аз отыруды біз рекомендовать етеміз. Мектепте қалай жасаймыз десе, мысалы 2-3 жаңа дәрежелі сколиоздар болады ғой, операция қажет емес. Оларға айтамыз мысалы сабақ 45 минут болса, бір 20-25 минуттан кейін кішкене орнынан тұрып тұру керек. Бір 5-7 минут мұғаліміне айтып қойыңыз дейміз, ата-анасына. Кішкене тұрып тұрады, ол енді 45 минут бойы жаза бермейді ғой. Сосын қайтадан отырып шаруасын жасай береді. Үзілісте тұрып жүру керек дейміз. Үйіне келген кезде не істейді дейді, өйткені ол 2-3 сағат сөткесіне отыруға рұқсат етілсе, ол мектепте оның бәрін отырып тастайды. Керек рұқсат етілген. Үйде отырмасын дейміз. Мен мысалы сөйтіп айтамын. Мүлдем отырмасын деймін. Өйткені отырған кезде адамның көп нагрузканың бәрі, жүктеменің бәрі омыртқаға түседі. Тұрған кезде аяққа кетеді нагрузкалар. Отырады, міне нагрузка. Әсіресе бел омыртқаларда қабырға жоқ, мына жоғарыдағыдай. Кеуде омыртқаларында қабырға бар, каркас ұстап тұрады. Бел омыртқаларда жоқ, тек жұмсақ мягкий ткань айналасы. Нагрузка болады, қисаяды былай, әртүрлі. Сондықтан үйде отырмаңыздар деймін мен мысалы. Пациенттердің, ата-аналардың үйде жатып жазуға болады деймін. Өйткені мектепте ол көп отырды ғой үйде. Ішіне жатып жазсын деймін, сол сколиоз бар балаларға. Енді ол барлығына қатысты емес, именно сколиозы бар балалар. Негізі жоқ балаларға да керек сияқты деп ойлаймын. Енді көп отырмаған, енді жоқ балаларға да көп отырмаған дұрыс деп ойлаймын. Қазір сабақтар өте қиын ғой, барлығы азаннан кешке дейін сабақ оқиды. Күні бойы үйіне келеді, сосын тағы түнімен жаңағы отырып алып үй жұмысын жасайды деген сияқты. Сондай мүмкіндік үйде қатты мынандай бір дос істеп қойса да ішіне жатып соған жаза беруге болады ғой, жалпы қиын емес. Ана астына қойып қоятын не қылатын деген сияқты. Соны үлкендерге де сол мысалы жаңағы дегенеративный грыжа, протрузия болып жатады ғой. Оларға да біз аз отыруды ұсынамыз, рекомендовать етеміз жалпы. Енді ондай мен жұмысым тек отыратын жұмыс, басқа менде выход жоқ десе, онда корсет киіп алып отыр дейміз. Ондай кездер. Анандай қазір көп сондай нелер. Ол жаңағы сколиозға емес, ол шатаспайық. Жаңағы грыжасы, протрузиясы бар үлкен адамдарға, мысалы көп отыруға болмайды, бірақ оның отыратын жұмыс болса, корсет киіп, кейін тұрғаннан кейін шешіп қойып жата береді, басқа жасай береді. Жоқ, соны айтып жатқаным сөйтіп, сол кезде жұмыс жасап жүріп, бір күн сөйтіп ауырдым мен. Ауырғаннан кейін бет аузым ісіп кетті кәдімгі. Соны мен ол ойлағам жоқ, жаңа сияқты астрохондроз анау деп ойлағам жоқ. Сөйтіп кейін бір дәрігерге барып едім. Сол айтты маған, жаңа тамыр ұстап не алатын, сол Қытайдан келген кісі еді. Сол кезде барып білдім да, енді расында өзім ұзақ уақыт не алған, енді жаңа беттің ісіп кетуіне қылуына дейін әкеледі екен. Енді біз былай жалпы ұйықтамаған адамға өзі бір 6-7 сағат ұйықтамасаң біраз жері сыйды ғой, тек бет емес, мысалы аяғы сынеді, мысалы тұрып жүре бергеннен. Сондықтан әрине оған мен өзім мысалы күні бойы операция жасаймын дедім ғой,
былай айтқанда күнде операция бізде, күнде. Мен кешке 9-да жатып қаламын. Уже ары қарай бұрын осының алдындарында 3-4 жыл бұрын 10-ға дейін жүретін балаларым жатыңдар, онда бізде отбой еді бұрыннан. Қазір оны күтуге шамам келмейді, кішкентайымыз осы 9-да ұйықтап қаламын, өйткені таңертең ерте тұрамыз. Кешке кәдімгі есің білмей түсесің, құлайсың ғой. Уақытылы ұйықтамасам, мысалы кейде болады әр жағдайлар осындай жұмыс күндері бір қонаққа шақырып қалып, сәл кеш 11-де ұйықтап қалатын кез болып қалады. Иә. Таңертең шаршап жүресің. Өйткені анау операцияң бар, қиын, дайындалуың керексің оған. Сондықтан уақытылы жатып, уақытылы тұрып жүру. Уақытылы жатып, уақытылы тұру деген енді өте маңызды нәрселердің бірі. Қазір өзі балалар ұйықтамай жүріп аламыз, жаңа дұрыс айтасыз, көп не болып жатады ғой. Сосын содан бері енді арқа деген үнемі ауырып қалатын, не қалатын жағдай болып қалады екен. Енді бір не жасап алсаң, не дейміз, бір нұқсан келтіріп алсаң қиын екен. Сондықтан спортпен айналысу, не қылу деген нәрсені дұрыс айтып отырсыз. Енді өзімізде де бастан өткен нәрсе болғаннан кейін айтып жатырмын ғой. Енді сол кезде болмағанда арасында әрекет, жаңа спортпен айналысып үнемі тұрақты бір режимге қойып қойған болсақ, ондай нәрсе болмайтын еді деген енді. Спортпен де дұрыс айналысу керек. Ол кейде лишний нагрузка беріп кетсе. Иә, сол туралы да айтқым келіп отыр. Енді бізде спорттың жаңағы сияқты дұрыс омыртқаларға немесе жаңағы артық қысым беріп қойып зақымдалып қалатын жағдайлар да болуы мүмкін. Сондықтан қандай спорттар бізге дұрыс болады, қандай жаңағы дұрыс емес деген сияқты туралы бір шерім айта кетсеңіз. Спорт енді мен спортты жалпы сен бала күнінен жаңағы профессионально айналыспасаң, кейін үлкейген кезде или жаңағы қатты айналысудың қажеті жоқ деп ойлаймын спорттан. Өзіңе керек жаңағы денсаулық, жаңағы здоровый образ жизнь болу үшін денең кішкене спорт, қатты нагрузка жасау керек, бүкіл спорттың бәрі болады. Ал сколиоз кезінде біз кейбір спорттарды тоқтатқан жөн деп айтамыз. Сколиоз бар балалар, анықталған балаларда. Мысалы кейбір балалар болады гимнастикамен айналысып жүрген. Ол да спорттың түрі ғой. Иә. Біреулер болады жаңа акробатикамен айналып жатады. Оларда сколиоз анықталып тұрса, біз оларды уақытша тоқтатамыз. Тоқтатқан дұрыс деп айтамыз. Енді ол жерде жаңағыдай тартыс бар. Әртүрлі ғалымдар әртүрлі айтады. Кейбір ғалымдар айтады, спортпен айналыса беруге қарсылық жоқ дейді. Айналыса берсін дейді. Біз енді мысалы омыртқаның бұлшықеттердің қалай жұмыс істейтінін, сколиоз кезде қалай жұмыс жасайтынын, мысалы сколиоз кезде мына выпуклость шығып тұрған жағы, мына горбатый жағы бұлшықеті тартылып тұрады. Мына вогнутый жағы мысалы зажатый болып тұрады. Ал ол гимнастикамен айналысатын балаларды примерге алып олар гимнастикада әртүрлі растягивающий жасайды. Мына өзі тартылып тұрған бұлшықет өзі әрең ұстап тұр, одан сайын тартылады ол. Сосын ұстамай қалады ол. Сондықтан сондай кейбір спорттардың жаңағы тоқтата тұру керек деп айтамыз. Ол бірақ ол тоже дәрежесіне байланысты әрине. Мысалы бірінші дәрежелерде біз ондай қатты запрет айтпаймыз, мынау болмайды, анау болмайды деп. Үшінші дәреже келіп жатса, мысалы ол кезде біз тоқтатуды айтамыз. Корсет кигізу дейміз. Плаваниемен айналысуға болады деп айтамыз. Мысалы жүзу ол адамда жүзуді көп айтады. Мысалы вертикальный нагрузка жоқ қой ешқандай. Жатады ол судың бетінде. Омыртқаға іш жерге нагрузка жоқ. Жатып бұлшықетін дамытады тек. Сколиоз кезде біз бұлшықет, пресс бүкілін дамыту керек деп айтамыз, мысалы лечебный физкультуралар. Сонымен айналысса жақсы дейміз да. Сонымен көбісін соларды рекомендовать етеміз жалпы айналысуға. Үлкен адамдарға да сол жақсы негізі. Мен кейде айтамын, мана ата-аналардың балаларымен сколиозбен келгенде мамасына бірге істеңіздер деймін. Жатып, мысалы әртүрлі гимнастикалар бар ғой, симметричный, бұлшықетті дамытатын, планка, лодочка дейді, отжимание дейді, сондайларды бірге жасаңыздар, көріп баламен бірге. Өзіңе де жақсы, балаға да жақсы деген, бірге дамытады бұлшықетті. Жалпы бүкілі симметричный болған дұрыс ол кезде. Бұлшықетін солай дамыту керек. Үлкен адамға да жақсы ғой, даже плаваниенің өзі айналысып жүрсеңіз. Иә. Енді үнемі айтылатын нәрсе жаңағы жүру, иә? Енді кез келген өз денсаулыққа пайдалы нәрсені айтатын
әрине жүрген жақсы ғой. Иә. Екіншісі сол жүзу деген нәрсені енді көп айтылып жатады. Мысалы жаңағы если сколиоз, басқа проблемалар жоқ болса, басқа сколиоздар спорттардың түрі жалпы противопоказания жоқ негізі. Соны біліп алу керек. Если жаңағы сколиоз болып или омыртқасынан бір проблемалар болса, ол кезде жаңағы көп ограничениялар болады. Қазіргі енді бұрынғымен салыстырғанда жаңа әдіс тәсілдер дейміз ғой, енді ғылым барған сайын дамып бара жатыр, кетіп бара жатыр, жасанды интеллекттің дәуірі келіп жатыр. Сонда енді өз салаларыңызда қандай жаңа әдіс тәсілдер деген сияқты болып жатыр ма енді? Емдеуге байланысты бұрын мысалы операция жасайтын болса, бұрын жүректі ашып тұрып жаңағы не жасайтын, енді қазір тамырмен жібереді деген сияқты нәрселер пайда болды ғой. Сол сияқты сіздердің салаларыңызда қандай бұл жағы? Бізде енді мынау вертебрология деген омыртқа жалпы кішкене кешірек дамыған. Гиппократтың кезінен дамып көрген, емдеп, жаңағы одан кейін бері қарай да омыртқаның бұл кішкене ең қиындығы көп жерде жасала бермейтіні, жай дамып келе жатқан себептері омыртқаның ішінде жұлын өтеді ғой. Жаңағы сколиоз, омыртқа қисайған, жұлын соған үйреніп қалған, қисайғанға. Қисайған, иә. Біз оны мысалы хирургиялық кесіп, туралап, темірмен бекітіп қоямыз ғой, тіптіге қылып. Ол кезде мына жұлын ішіндегі әртүрлі реакция береді. Көбінесе ол көп жылдар бойы ол жаңағы операциядан кейін бала мүгедек болып қалып жатқан пациенттер. Екі аяғы істемей қалады, болды. Операциядан кейін жолын тартылады или үзіледі, бірдеме болған әртүрлі себептер. Қазір медицинаның дамыған осы соңғы 10 жылдықтарда, 20 жылдықтарда медицина қатты дамып, қазір неше түрлі техникалар шығып жатыр, жаңа темір терсектер шығып жатыр, металлдарда. Соның арқасында қазір біз, Құдайға шүкір, барлығын жасап жатырмыз ол операциялардың. Жаңағы бүкіл жаңағы МРТ-лар, медицинаның дамығаны ол бізге де жақсы ғой. Мысалы әртүрлі патологияларын алдын ала анықтайсың. Алдын ала анықтап, мысалы қандай жоспарлаймыз, қандай операция жасаймыз, қанша темір қоямыз, қаншаға түзе аламыз. Сондай жоспарлап, қазір осы вертебрология саласы қазір өте қарқынды дамып келе жатыр жалпы. Әртүрлі жаңа техникалардың қосылғанына байланысты. Қазір бізде Аллаға шүкір бүкіл әлемде жасалып жатқан операцияларды осы именно омыртқа сколиозға қатысты бәрін жасап жүрміз. Енді жаңа айтып жатсыз ғой, омыртқаның енді сіздердікі көбі жанына қисайған. Сколиоз деп айтады. Сколиозымыз сол болып тұр, иә. Мен ойласам, бұдан гөрі жаңағындай не өте көп сияқты. Жаңағы кезінде зақым болып барып бір-біріне бүйтіп жүгініп қалатын жағдай бола ма, жаңағы енді. Ол да болады, әрине. Посттравматический. Иә, жаңағы грижа деп жатырмыз, жаңағы сондайлар өте көп болып, енді соған байланысты операция жасатқан енді біраз адамдарды білемін, жаңағыдай ортаға не қойып жатады, темір қойып жатады екен. Ол енді мен сіздің салаңыз болмаса да енді салаңыз болғанда енді жалпы зерттеп жүрген енді омыртқаға байланысты ол кейждар қойылатын. Бізде мысалы қазір ана омыртқаның ішінде ортасында омыртқа сүйектер ғой көп, ортасында буындар бар, әр позвоноктың. Диск деп айтады, межпозвоночный. Сол арқылы грыжа болып шығатын. Соны алып тастайды да орнына кейждар қояды металлмен. Енді ана орнын алып тастағаннан кейін босап қалады ғой. Иә. Соның орнын босап қалмас үшін сол жерге темір бекітіп қояды әртүрлі жаңағы. Темір қазір дамып кетті ғой көп. Соны қойып темірмен бекітіп қойып жатады. Ол жасалып жатады. Ол қазір қалалық больницаларда да жасап жатады ол операциялар, бұлай қатты ұзақ емес операция. Енді біз әртүрлі оның да енді қиыншылықтары бар. Енді біздің операциялар ұзақты, олар енді қазір қатты ұзақ емес, көп жерде жасалып жатады. Болады, иә. Енді оны біздің енді әріптестер осы мұғалімдерде де көп рет кездесетін сияқты. Енді жаңағы айтып жатқанымыз сол ғой, кезінде ауыр бір жүк көтеріп қояды, не болмаса осы омыртқалар қисайып барып сол нәрсеге әкеледі екен. Оның енді барлығы операция жасала бермейді, ол грыжа, протрузияның. Мысалы бел ауырып алып жүрген адам мысалы МРТ түседі, көреді грыжа қандай, қан түрлері бар оның ішінде. Ана ішке өсетін, сыртқа өсетін дегеннің соның ішінде ана ішке жұлынға қарай өскені қауіпті деп соны айтып жатады ғой. Жұлынға қарай жаңағы мысалы диск болады ғой, мысалы мен суретке салып көрсетуге болады, сол омыртқаның ішіндегі диск сол жыртылып ана артында жұлын өтеді дедім, сол жұлынға қарай кетеді, қысады сол жерде корешоктарды. Кейде сол жыртылып кетеді да ішіндегі дисктің бәрі сол жұлынға кіріп кетеді. Оларды операциясыз мүмкін емес емдеу.
ішке кіріп кеткенде, иә. оны операциямен кесіп алып тастау керек. А если жыртылмай тұрса, мысалы грыжалар қатты үлкен емес размер или жаңағы протрузия болса, оны әрине жаңағы бұлшық етін дамытып, кейбір жаңағы режимдарды соблюдать етіп, отырмай сондай жасап жүрсе, ол салмағы үлкен болса оны азайтып жасап жүрсе, ол тоқтайды ары қарай. Тоқтап алдын алу мүмкін, иә. Солай алдын алып дамытуға, тоқтатуға болады жалпы. Енді ана сол темір дейміз ба, жаңа неден дейін, металдан дисктер салғандардың да ары қарай дұрыс болмай қап, сондай жағдайлар бола ма енді? Жоқ, салып тастағаннан кейін. Мен оны хирургиялық еммен айналыспаймын, жалпы әрине болып жатады, әртүрлі жағдайлар болып жатады. Кейде ол мысалы темір қайтадан жылжып кетіп жатады, кейде мысалы темір қоймай тек сол грыжаны алып кетеді, ол кезде кейде ол ішіндегі қайтадан шығып кетіп жатады. Ондай да болып жатады әрине. Енді жалпы ана өзіне өзі көңіл бөлу деген бізде көп адамдарда болмай жатады ғой, бәрібір жасатып алғаннан кейін, иә, соны бір дұрыс күтініп, дұрыс не қылмағаннан да болып жатады шығар. Көбінесе ол енді көбінесе біздің қазақтарға тән ғой, енді көп басқа ұлттың өкілдері көріп жатамыз ғой, барлық айтқанды рекомендацияң бәрін орындап жатады. Біздің қазақтар ауылдан келеді, оның уақыт жоқ, операция жасап жібересің, ананы өліп тұрып бірнеше сағат. Сосын 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін бірақ келеді, ештеңеге қарамаған, енді мынандай болып жатыр, или құлап қалды, темір сынып қалды деп жатады. Әрине ол өзін сақтанып, күтініп жүру керек қой, бүкіл рекомендацияны орындап. Тамаша. Енді ары қарай әңгімемізді осы медицина саласының жалпы дамуы дейміз, енді өздеріңіз мемлекеттік мекемеде жүрген енді азаматтар ретінде қазір енді жекеге кетіп қалып жатқандар да көбейіп жатыр ғой енді, себебі жекенің анаған қарағанда мүмкіншілігі көп. Әрине көп ақша төлейді дейді, себебі көп жалпы. Бірақ енді соның ішінде тағы бір қуантарлық жағдай, өздеріңіз сияқты таза қазақ тілді жаңағы медицинада жүрген ғалымдар көбейіп жатқан сияқты. Осы жағынан енді ары қарай біздегі университеттердегі медициналық тілдер қалай, бәрі орысша өтіліп, орысша не қыла ма, жоқ қазақша осы жағынан бір кітаптардың шығуы дейміз ғой енді, содан бастап, кішігірім нәрседен бастап. Осы жағынан даму қалай, бізде қалай ойлайсыз енді? Жоқ, жалпы мен 2001 жылы оқуға түсіп, 2007-де бітірдім. Біз оқыған кезде қазақ топ болып келдім, мен мысалы ауылдың баласымын, орысша білмеймін. Қазақ топ болғанымен бізге көп мұғалімдер орыс тілдес мұғалімдер беретін. Қарағанды оқығанда, иә. Өйткені одан кейін кітап жоқ ешқандай. Қазақша. Бәрі орысша. Оны аударатынбыз өзіміздің тілімізбен. Әр жердің, өңірдің азаматтары өзінің диалектісімен аударып алып, сөйтіп оқыдық. Ал қазір мүлдем басқаша жағдай. Қазір көп қазақ тілді оқулықтар көп. Бізге мысалы жас дәрігерлер келіп жатыр, жақсы қазақша сөйлейді, оқулықтар жеткілікті қазір бүкіл саласында. Менің ойымша қазір жақсы дамып келе жатыр деп ойлаймын. Енді сонымен бірге ана медициналық тілде маңызды шығар деп өзім ойлап отырғаным ғой, ана кезінде Шипагерлік баян деген кітапты оқығам, енді оны кездесіп жүрмін, кейбір оқыған дәрігерлер бар екен. Медициналық тіл жалпы ол латын тілінде жазылған ғой, көп медицина. Оны қазақ тілінде ол өзгермейді. Қажет жоқ дейсіз ғой. Латын тілінде қалады, оның бірақ арасындағы басқа сөздері бар, әрине айтылатын. Олар қазақ тілінде бар ғой, мысалы. Кейін енді орыс тілдес болып келдік қой, енді көп жылдардан бір әртүрлі жаңағы кеңес одағы болды, басқа да болды, әйтеуір. Сонымен қазір барлығы қазақша дамып келе жатыр деп ойлаймын. Оны айтып жатқаным мына сол кітапта мына буынның өзін білгенде, мысалы мынаны қымқыр, жымқыр, жұмқыр деген сияқты бір әдемі аттар қарасаң, мысалы да, мына буындардың өзін, мысалы мына буынды көбе буын дейді, көбеде тұрған. Мына буынды төбе буын дейді, мына буынды жебе буын дейді деген сияқты. Мына бүкіл алақандардың барлығына ат қойып кеткен, ашпалақан, жұмбалақан мына жерінің деген сияқты ғой. Сосын ана артерия, вена дегендердің өзін мысалы лымпыма, жымпыма деген сияқты қазақша сондай аттаулармен атаған, мен өзім қатты қызық оқығам кезінде. Сол ана медициналық сондай терминдер өте көп кездеседі де. Енді қазақшаластырудың дұрыс айтасыз, енді ғылым тілі ол жаңағы енді латын несінен кіргеннен кейін, ағылшын тілі болғаннан кейін кейбір нәрселерді аудармасыз неғып алған дұрыс қой енді былайша айтқан кезде. Бірақ біз енді математик ретінде қиналғанымыз жоқ, себебі жаңа неден келген кезде
мен өзі 2008 келдім. Математика бұл әлемде ортақ қой енді. Жаңағы 5-те бара цифр негізде жазатын болсаңыз, әр жерде 5 деген сияқты. Музыка мен математика бірдей деп жатады ғой. Ал медицина жағынан жаңа сияқты келген недердің енді қиналып қалып жататынын көріп жатамыз ғой, жаңа тілге байланысты бәрі. Қиын мен орыс керісінше латынша ортақ нелер емес, орысшадан алған терминдер көп. Әрине, ол бізде енді кезінде ол орысша тілде оқыдық қой, біз сөйтіп үйрендік, басымызға басқаша сыймай тұрды. Мысалы, мен ғылымды өзім орысша жаздым. Жаңа негізде еді? Ғылыми жұмысымды мен Ресейде оқыдым, сонда Санкт-Петербург қаласында. Сонда қорғадым, сонда жұмыс істедім. Сол жаңағы біз сол жерде операциялар жасап, біздің жаңа өзіміздің шығарған жаңа техникаларымызды, технологияларымыз сол жерде жаңа практикаға енгіздік. Бәрі орысша келді. Қазір маған кейбір жағдайларда қиындау. Мен мысалы жаңа ғылыми жұмыс жазсам, мысалы мақала жазсам, мен орысша жазам бірінші. Айтпесе мен ауылдан орысша білмей келген орысша білмей келгесіз қазір. Мақаланы орысша жазам, мен сосын оны аударғызам, ағылшыншаға аударып. Ағылшынша жазамыз ғой енді қазір көбінесе мақаланы. Мен өйткені орысша үйрендім, орысша жасадым ғылымды бәрін. Енді біздің де көп осы күнге дейін көп дамыған көбісі солай келді ғой, енді кеңес одағының әртүрлі жаңа себептермен орыс тілді келді ғой. Әлі қиындау, жай өтіп жатыр ғой енді, жаймен. Мен енді өзім жай былай сөзім көбісі қазақша ғой енді, бірақ ғылымды орысша жасадым да жалпы. Оны бәрібір студент кезде орысшаны үйрендік. Ғылым жазған кезде ол үйренгеніміз аз болды. Орысша қайтадан оқыдым мен, мысалы кітаптарды алып. Оның глаголы бар, неше түрлісі бар, өзі қиыншылығы орыс тілдің. Енді ол дұрыс айтасыз. Анда енді орыс тілін бір не қылмаймыз, әлемдік тілдердің бірі ғой енді былайша айтқан кезде. Көп ел қолданады ғой, өйткені кезінде мына Совет өкіметінде көп ел құрамында болды, көп елде орыс тілдес бар. Енді әлемдік тіл деп айта алмайтын шығармыз енді. Енді әлемдік болмаса да жаңа айтып жатқанымыз ғой, енді ағылшын тілі, орыс тілі, енді Қытай тілі деген сияқты өте көп деген жаңа айтқан сияқты елдер қолданады. Сондықтан енді одан бір жаңа не жасап отырған емес. Бірақ енді қазір қуанарлық жағдайлар болып жатыр ғой, енді әйтеуір қазақ елінің бір мәртебесі көтеріліп, сондай болғаннан кейін қазақ тіліндегі ғылым өз деңгейінде дамып, сөйтіп жатқаннан кейін енді жаңа терминдерге байланысты. Бізде жұмыста планировкалар бәрі қазақша өтеді, мысалы. Қазақша өзіміз. Кейбір жерлерін әрине орысша араласып кетеді. Көбінесе қазақша өткізуге тырысамыз бәрін. Тамаша. Енді мен бала орталығы шындығын айтқан кезде Астанадағы енді ең маңызды ғылыми орталық деп айтады. Ғылыми орталық қой. Талай рет бардық, балаларымыз не қылғанда бардық деген сияқты. Сондықтан ондай өзгерістер енді бізді қуантады шындығын айтқанда. Менің саламда қате жіберді деген сөз, ол бір бала мүгедек болады деген сөз да. Енді Құдай сақтасын. Құдай сақтасын, әрдайым бисмилля деп дәрет алып жасаймын операцияларды, үлкен операцияларды. Өйткені көресің оның жаңағы процент жоғары болады да, пайыз жаңағыдай осложнение болуы. Соған дайындалып кәдімгідей уайымдеп сөйтіп. Енді бұл жердегі айналып келіп анаған тіреліп отыр ғой, енді дәрігер болсын, ұстаз болсын, жаңағы енді дәрігерлердің жауапкершілігі деген мәселе бұл жердегі. Әрине, сосын кәсіптік не дейміз ғой, енді бір кәсіптік етика, кәсіптік не деген нәрсе маңызды болып тұрған сияқты ғой енді. Медицинада біздің елде ол прямо басқа шетелдегідей қатты төленетін мамандық емес қой. Соны айтып жатырмын. Ответственность өте жоғары, көп үйтіп төленбейді. Мысалы басқа IT деген жаңағы әншілер, басқалар бізден жоғары табу мүмкін. Жоғары табады ғой. Ответственность бізде көп. Құдай сақтасын, бір кішкене бір ошибка жіберсең, қамап та жіберіп жатыр. Дәрігерлер бар мысалы, сондай. Біздің салада жаңағы вертебрологияда өте қиын, ол бір кішкене ошибка кетсең, ол біреудің бағып отқан баласы екі аяғын қозғалтамай қалады, жүре алмай қалады. Ол бір операцияда бір солай болса, ол қайтып келуінің шансы өте аз. Кішкене жақсаруы мүмкін, бірақ ол қайдадан шауып кету деген. Сондықтан
Уайым ол әрине, мен мысалы жаңа 7-8 сағат сол операцияны бітіп оянып ана бала аяғын қимылдатқанша уайым. Енді бұл нәрсе бір жағы барып тіреледі, адам дәрігерлердің, енді ұстаздардың мәртебесін көтеру, ұстаздардың мәртебесін деп айту, ұстазды көтерді жақсы, заң жасатып алдық, неғып алдық. Дәрігерлердің де бұл жерде халық сондай болып кетті ғой қазір, бір нәрсе болса жаңа дәрігерден көріп жатады, неғып жатады. Сосын жаңағы недердің, блогерлердің заманы болып кетті дейміз ба, қолға телефонды алып түсіріп, ойбай сөйтіп жатыр, бүйтіп жатыр дейтін жағдайлар болады. Енді осыған да байланысты. Жалпы медицинада жаңағы әртүрлі жағдайлар болып жатыр ғой, түсіріп алып, или анау дұрыс көмек көрсетпеді, или басқа да. Мен ойлаймын, біздің елдегі барлық дәрігер ол біреуге зиян жасаймын деп жасамайды. Мүмкіншілігінше көмектесуге тырысады. Әрине, ол кейбіреулер кеш келіп жатады көмек, медициналық көмектерге дегендей, мысалы. Әртүрлі жағдайлар болады, үлгере алмай қалады, көмектесе алмай қалады, мысалы. Бірақ ол бәрібір намерениесі, ол көмектесуге тырысады да. Бірақ сонда да оны жаңағыдай кінәлап жатады, айыптап. Мұғалімдердің мәртебесін көтеріп, мен білемін, мектеп мұғалімдердің мәртебесін жақсы көтерген. Мен өзім университетте істейтін жолдастарым бар. Мектептің мұғалімдері бізден көп алады деп жатады, мысалы. Сол сияқты медицинада қазір енді көңіл бөлініп жатыр деп ойлаймын. Келешекте бізде жаңағы дамыған елдердің қатарындағыдай медицинаға қарым-қатынас болатын шығар деп ойлаймын. Енді ғалымдарымызға қарап, оқып келіп жатқандарға қарап, енді содан үміттенеміз, бірақ қазір де жаман емес сияқты ондай. Жоқ, шүкір ғой, қазір. Бұрынғы жағдайдан мен өзім институт бітіре сап, районда жұмыс істегем. Жаңағы жас болдық, әйтеуір жақсы бұрынғы мамандар анау ауылдан бастаған деп, ауылдан бастаған, район аудан орталықтан сол жаққа 2 жыл істедім мен толығымен. Кейін қалаға Астанаға ауыстық, кейін Ресейге кеттік. Сондықтан ол кездегі жағдаймен салыстырғанда қазір жермен көктей деп айтуға болады, иә. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, енді біз кейде дұрыс қадірін білмей қалып жатамыз. Енді бұл жердегі мақсатымыз бір мақтау, кейбір адамдар бір нәрсені айта бастасаң жаңа жағымпазданып жатыр, мемлекетке не қылайын деп жатыр деген сияқты қоғам сондай болып кетті ғой. Бірақ енді өзіміз жаңа айтып жатырмыз. Енді Қытайдан деп жатырмыз ғой, енді Қытайда 2 түрлі нәрсе өте қиын болатын. Қаражат өте көп кететін нәрсе, жаңа ауырған жағдайда. Себебі ол тегін болмайды. Кейін шықты, жаңа қамсыздандыру не арқылы деген сияқты. Енді ауырған кезде сол кезде көрінеді ғой бүкіл жаңа несі, себебі бір операция жасатудың өзінің құны қанша тұрады, не қылады деген сияқты. Екіншісі оқу, жаңа баласын оқыту өте қиын нәрселердің бірі, себебі мемлекеттің гранты дегеннің өзінде 2 түрлі болады. Біреуі мемлекеттің грантымен, екіншісі өзінің ақшасымен. Бірақ мемлекеттің грантының өзінің ілінгеннің өзінде ары қарай төлейтін ақшасы бар еді, мысалы, белгілі дәрежеде. Соның өзіне мысалы қиналып қалып жатады. Сондықтан енді біздің елде бұл жағынан жаңағы енді университеттерге тегін грант беріп жатырмыз. Жаңа дәрігерге көрінсең тегін деген сияқты. Бұл жағынан бір жақсы мүмкіндіктер бар екенін сезінген дұрыс деп ойлаймын. Бірақ енді әрине кейбір жүйеге байланысты нәрселер бар орын алып жатқан, оған келісеміз. Әрине. Иә, енді ол жүйені дұрыстаған кезде енді біз жеке өзіміздің істеп жатқан жұмысымызда да сондай ғой, бір нәрсені өзіндігінен бүйтіп дөңгелеп кететін жүйеге түсіруге біз әрекет жасаймыз. Сондықтан енді кейбір жүйеге байланысты нәрселерге бола барлық дәрігерлерді кінәлап жататын, неғып жататын жағдайларда көп болып жатады. Сондықтан қазір біздің шүкір ғой еліміз мынау, мысалы мынау осы операциялар біздің жасап жатқан, басқа да қиын операциялар бар, қымбат тұрады оның, былай айтқанда негізгі құнын санасаңыз, иә, негізгі құны өте қымбат, қалтасынан төлеген адамға өте қымбат болады. Ол соны сөзіңізді бөлдім, айтайын. Жаңа соңғы кезде жаңа Қытайда не шықты дедім ғой, ана қамсыздандыру деген сияқты. Бірінші қалтасынан шығарып алады да, сосын барып мемлекет бүйтіп төлеп береді. Негізі сол кезде барып адам сезіне ме екен деп ойлаймын. Мен Құдай сақтасын, аурудан сақтасын, бұлай қиын жағдайдан сақтасын. Мүмкін ол да, мысалы жаңағы дамыған елдердің көбісінде төлейді ғой көбінесе, жаңағы страховка несі бар. Солар төлейді, иә. Жалпы, иә, өз қалта ауырған шетелдерде жолдастарымыз бар, тұратын, оқитын.
ауырған өте шығыны көп дейді да жалпы. Бізде шүкір қазір барлығы тегін ғой. Мысалы мына жаңа дамып жатқан қымбат өте сондай операциялардың дамығанда ол мемлекеттің көмегі болып жатқан. Сондықтан дамып жатыр да. Ол айтпасам қалтасынан төлей алмайды ғой көп адам. Мен мысалы білемін да, бұрын Ресейде жаңа Санкт-Петербургте жұмыс істеп жүргенде осы операцияларды мысалы мына Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркмения сол жақтарда жасалмайтын. Оларда платный, маман жоқ ол жақта. Олар бәрі сол Ресейге көбінесе келетін. Сол мен білемін да, маған жаңағы сенің туысқандарың келді дейді. Ол қазақ емес қой деймін. Твои родственники деп қояды да, азиаты деп. Сосын мен өзім көбісін операция жасағам соларға. Сол Ресейде жұмыс істеп жүргенде. Көп ақша төлейтін солар. Сол кезде 2000, қазір айтамын 2014-15 жылдары, мен онда 2013-те бардым, 18-ге дейін жүрдім. 1 миллион рубль төлейтін сол кезде. Бір операцияға. Бір операцияға. Ол дегенің қанша? Біздің 5-6 миллион ғой енді. Сол кезде ол. Иә. Соны мемлекет жасамайды, өйткені дамымайды. Бізде шүкір қазір бәрі төленіп жатыр, жасалып жатыр. Мемлекеттің квота дейді, мемлекет төлеп жатыр ғой біздің емдердің пациенттер. Если мемлекеттің азаматы болса, ол тегін. Біз жаңа заключение жазып береміз, барып портал туралап квотамен келеді бізге. Құдай сақтасын, енді ауырмайық. Алла денсаулығымызды мығым етсін дейміз ғой енді. Денсаулық. Елімізде келешекте жаңағы осындай бір вертебрологиялық ғылыми орталық болса екен дейміз. Жалпы келешекте енді. Осы балалардың жаңағы травматология ортопедиялық орталық болса екен балалардың. Балалардың, иә. Дұрыс. Қазір травматология бізде жоғары үлкендердің ересектердің ниетосы бар, научно-исследовательский институт травматология ортопедия деген Батпенов атындағы. Балаларға қатысты ол жоқ. Біздің елімізде қазір халық санының 1/3 балалар. Иә. 7 миллионға жақындап қалды жас балалардың, өзі 20 миллион, почти 1/3. Ол балалардың да травма алып жатады. Жаңа туа пайда болған ақаулары бар. Соған бір отдельно жалпы өзі ғылыми орталық болса екен деп үміттенеміз. Болып жатса кәнекей, оның ішінде де әр саласының өзінің бағыттары болады. Травматология ортопедия деген үлкен бағыт жалпы. Ол көп адамға общий травматология ортопедия дейді. Оның ішінде жаңа вертебрологияны естіп отырсыздар қазір. Көп оның ішінде саласы, әр саламен өзінің бағытымен айналысатын. Солардың барлығы жаймен дамый берсін дейміз енді. Басқа тағы бір ғылыми жұмыс жүргізіп жүрміз біз қазір. Осы генетиктермен, мен достарым бар, ғалым генетик. Солармен бірге осы сколиоздың қазақ балаларынан жанұясынан тексеріп, соны тексеріс жүргізіп жүрміз. Ғылыми жұмыс. Грант алып, қазақ балаларының сол сколиозбен туа пайда болған сколиоздар бар ғой, бала туа пайда болған баланың, оның қасындағы бір соның туған бауыры дені сау болып туылған, оның анализін генетикалық полный экзомный секвенирование дейді. Оның әкесінен, анасынан, төртеуінен. Соларды алып қазір сол генетиктермен бірге ғылыми жұмыс жүргізіп бастап жатырмыз жалпы. Жалпы тұқым қуалайды, қуаламайды деген не бар ма? Ондай әртүрлі себеп. Тұқым қуалайды деген тоже ғылыми дәлел жоқ. Дәлел жоқ, иә. Әртүрлі. Соны білейік дегенбіз. Жалпы өзі қандай гендары өзгерістер бар екен анықталған, соны қазір соны тереңірек тексеріп жатсыздар, иә. Тамаша, істеріңізге береке берсін, тамаша. Енді өзіңіз жаңа айтылғандай соңғы тағы бір қорытынды сөзіңізді айтып жерсеңіз, енді оқырмандар бар, қандай нәрселерді ескеру керек, қандай нәрселерге көңіл бөлу керек, айтылмай қалған тағы да қандай, мысалы енді біз оқушыларға байланысты айтып жатырмыз ғой, енді қазіргі нелерде көп жағдайда ересек адамдарға болсын, енді айтылмай қалған ойлар болса, не болса. Жалпы көп жерде айтып жүрем мен, негізі балалар, енді ата-аналар тыңдап жатса, өздерінің балаларына көңіл бөліп, шешіндіріп, арқаларын, шалбарын шешпесе де, осы денесін жоғарғы жағын шешіп, қыздар болса аналары
олар болмаса мүмкін әкелері или аналары арқаларына көңіл бөліп жаңағы жауырынын Қарап қойса, қарап, иә, ол барлығы симметричный болу керек қой адамдарда. Сол мысалы бір ауытқулар болып асимметрия болып жатса, жаңағы бұлшықеттері, жаңағы мышечный валиктер шығып жатса, көріп, сондай бір өзгерістер еніп жатса, жалпы ортопедке барып қаралып тұрған дұрыс деп ойлаймын, жергілікті жерінде. Ол маңызды емес, ол вертебролог болу керек па или басқа ма. Главное, травматолог, ортопед маманы болады, ол әр облыста бар. Соларға барып көрінсе, если бір өзгерістер болып жатса, олар өзі бізге жібереді. Жалпы дер кезінде анықтап, дер кезінде емін көрсеткен жақсы. Ертерек анықталып жатса, оларды мысалы операция жасамай басқа түрлері бар, корсет кигізетіні бар, басқа да арнайы лечебный физкультуралар бар өздерінің. Соны бала 5 жасқа дейін жарты жыл сайын мүмкіншілігінше ортопедке бір көрініп тұрған дұрыс, жалпы туылғаннан кейін бала. Одан кейін 10 жасқа дейін жылына бір рет көрініп тұрсын. Бірақ үйде өздері арасында қарап тұру керек. Кейбір жағдайларда қазір көп жасөспірімдер кейін киінеді, көрмейсің оны, арқасы қисайып жатыр ма, басқа болып жатыр ма, олар айтпайды, өздері білмейді, олар мысалы бала. Сондықтан алдын ала әкесі, шешесі қарап тұрған дұрыс деп ойлаймын. Ертерек анықтап, ертерек алдын алу жұмыстарын жасаған жақсы. Енді өзіңіз достарыңыз көп, нелеріңіз көп деген сияқты осы жағындағы қазақ емдерменен осыны қосып айналысатын дәрігерлер бар ма бізде, мысалы енді ғылымилық жағынан? Ғылыми тұрғыда ондай мен айналысатын мен білмейді екенмін. Жалпы бізде әртүрлі жаңағы остеопат, мануалист деген мамандар бар. Бәріне жаңағы сколиоздарды, туа пайда болған сколиоздарды да емдеп жіберем деп әртүрлі нәрселерді жасап бізге келеді, олар бәрі ақыры операцияға. Сол көп адам шатаспасын деп ойлаймын. Қазір дамыған заман, жалпы кейбір жағдайларда болады. Ғылымға негізделу керек қой бастысы. Әрине, жағдайлар болып жатады. Кейде травма алып жатса да, сондай бір маманға барып салдырдым, бірдеме жасаттым деп жатады. Қазір дамыған заман, больницаға барда рентген жаса, анықта точнысын. Сколиоз, туа пайда болған сколиоздарды олар ешқашан емдей алмайды. Оның жұмысы тек операция, жалпы емі. Немесе жаңағы қатты қисаю шақырмаса, мүмкін наблюдать ететін жағдайлар болады, кейде ол, бірақ редко. Но негізі олай, онымен емдемейді ешкім. Әрине, мен ол мануалист, остеопаттардың жұмысын жаман жоқ демеймін. Оларға сколиозды олар емдеген дұрыс емес деп ойлаймын болды. Жаңағы басқа дегенеративный изменение, протрузия болса, мүмкін емдейтін шығар, мен білмеймін, мен өзім оларға обращаться етіп көрмегенмін никогда. Тамаша. Жақсы, құрметті оқырман, онда осымен біздің Ойлайық YouTube каналының кезекті сұхбаты аяқталды. Тамаша бір керемет сұхбат болды деп ойлаймыз. Нұрбек мырза, өзіңізге көп рахмет. Каналды міндетті түрде қолдай жүріңіздер, лайк басыңыздар, жаңа айтылғандай тарата жүріңіздер. Әрине ауырмайық, дені сау ұлт болайық, ұлтымыздың болашағы мықты болсын.